В общем, барлықтарыңа сәлем достар. Бүгін біз дейтін Minecraft выживаниямыздың келесі бөлімін жалғастыратын боламыз. Достар, бүгін біз дейтін 4-ші бөлімін жалғастырамыз. Яғни бүгін біз дейтін мобтар фермасын жасайтын боламыз. Достар, моб фермасын жасайтын боламыз. Мен болам интернеттен де қарамадым қалай жасайтын, бірақ примерно біліп тұрмын достар қалай жасайтын. Так, мен алдыңғы жолы достар мен дейтін алмаз тапқан болатынмын достар. Осындай алмаз 22 стак алмаз таптым. Видеодан тыс тағы алмаз іздеп таптым достар. Достар, мен біраз алмаз іздеп таптым. Бірақ оны қазір қолданбаймын, себебі біраз алмаз жинап алайын, содан соң қолданамын достар. Так, ал ендеше достар, мен дейтін тастар жеткіліксіз негізше. Мен дейтін анайға барып сандық жасап тастарды сақ қойын. Достар, бүкіл затымды сақ қойын, өйткені қазір олар маған керек емес. Достар, қазір маған дейтін олар бүкіл керек емес. Сол үшін мен керек емес маған. Барлығы керек емес. Қылыш керек бізге, ағаш керек емес, нау керек емес, садақ керек емес. Оштым бізге егер де керек емес. Егер керек енді біле, ана сандыққа сақ қоятыннан кейін тас керек емес. Тас қазып мынаяққа әкелеміз. Қазір мобтар фермасын жасаймыз. Достар, мобтар фермасын жасап, моб аулап өлтіріп жүре бермейміз. Так, тас мынаяқтан қазатын боламыз. Так, сіздер мен тас қазайын достар, ал сіздер жай ғана қарап отырыңыздар.
Так достар, мен дейтін мол ферманы салдым достар. Мінекей жаңа ветмамен шығасам деп, в общем, бүкіл малым қашып кетті. Достар, енді мынаны жинап алу керек достар. Так, ну ладно, жинап аламыз. Так достар, бүгін біз мол ферманы салдық. Ал енді сау болыңыздар. Келесі кездескенше, в общем, давайте.